болса, ертегі оқығанды жақсы көреміз. Сіздердің назарларыңызға Бремен музыканттары. Баяғы өткен заманда бір диірменшінің жұмыскері есегі болыпты. Есек қартайған соң оны үйден қуып жіберіпті. Сосын есек былай депті: мен Бремен қаласына барып, сонда көше музыканты боламын деп шешім қабылдап жолға шығыпты. Сосын келе жатса алдынан мұңайып жабырқап бір ит шығады. Саған не болды, төбет, деп сұрайды есек. Мен қартайдым, аңшылыққа жарамаймын, дейді төбет. Онда менімен бірге жүр, Бремен қаласына барып көше музыканты боламыз дейді. Мен гитарамен ән саламын, ал сен барабанмен ойнап ән саласың, деп өз ойын айтты есек. Сөйтіп екеуі жолда келе жатса, алдынан бір қайғырып отырған мысық шығады. Саған не болды, мысық, деп сұрайды төбет. Қартайдым, тышқан аулауға қайратым қалмады, дейді мысық. Бізбен бірге жүр, дейді есек. Бремен қаласына барып, көше музыканты боламыз, дейді. Сен скрипкамен ойнап ән саласың, дейді